автожол ережелерін сіздерге түсіндіретін боламын. Жолдың арғы бетіне өту үшін оң жақта да сол жақта да көлік жоқ болу керек. Қазір бізде көлік жоқ екен, демек жүруге болады. Достар, мынау көліктерге арналған жол, мынау адамдарға арналған жол. Оны тротуар деп атайды. Біз тек қана осы жолмен жүруіміз керек. Бұл тротуар адамдарға осы жолмен жүруге ғана болады. Себебі көліктердің жолы мен адамдардың жолдары бірге жүріп кетсе өте қауіпті болады. Жолдың арғы бетіне өту керек. Ең бірінші солға, сосын оңға қарап аламыз. Машина көліктер жоқ болатын болса, жолдың арғы бетіне бағдаршам екіге бөлінеді. Біреуі жаяу жүргінші адамдарға, біреуі көліктерге арналған. Көліктерге арналған бағдаршамдарда 3 түс болады. Қызыл тоқта, сары дайындал, жасыл жүре бер. Жаяу жүргіншілерге арналған бағдаршамда 2 түс болады. Қызыл тоқта, жасыл жүре бер. Мен бірінші жаяу жүргінші бағдаршамына қараймын. Мен жасыл түсі жанғанда жаяу жүргіншілерге арналған сызықтармен жүретін боламын. Достар, мынандай белгілерде қызыл түспен қоршалған. Қызыл түс біздің досымыз емес. Бұл жерде тоқтауға болмайды, машиналарға тоқтауға және жүруге болмайды. Достар, мынау бізде көк түспен белгіленген. Көк түс біздің досымыз. Және көк түспен белгіленген себебі жолдың арғы бетіне және адамдарға жүруге болады деген сөзді білдіреді. Біз мектепке жақындадық. Бұл сары белгі жақында мектеп бар деген сөзді білдіреді. Ал анау бірінші тұрған жақында мектеп бар, балаларға арналған жол бар деген сөздер. Ал 40 деген белгі машинаның 40-пен айдауымызды өтінеміз деген мағынада қойылған. Бізде мынау көліктерге арналған бағдаршам, оның 3 түсі болады. Қане есімізге түсірейік. Қызыл түс тоқта, сары дайындал, жасыл жүре бер деген белгілерді білдіреді. Мынау адамдарға арналған. Оның 2 түсі болады. Жасыл белгілер, қызыл тоқта. Жаңа ескерте кеткенімізде бірінші оңға, сосын солға қарап, жасыл түсі жанса жүре беретін болған. Мен жолдың келесі бетіне өттім. Енді мен адамдарға арналған жаяу жүргінші жолдан жүрдім. Достар, жаңағы нәрселерді қайталай кетейін. Бірінші оңға, сосын солға қарап, көліктер жоқ болатын болса, ешқандай қауіпсіз жолдың арғы бетіне өту керек. Бұл көліктерге арналған жол береді. Қайталап айтамын. Жылдамдықты 40-тан асуға болмайды деген мағынаны білдіреді. Жаңа айтып
балаларға жүруге болмайды деген мағынаны білдіреді. Ана жақта оң жаққа өтуге болмайды дейді, ана жақта сол жаққа. Мынау бізде абайлаңыз балалар деген белгі. Яғни бұл балаларға арналған. Яғни бізге сол үшін мынау үзік жолдардан мынау бізде көк түсті белгі. Көк түсті жаңа айта кеткеніміздей көк біздің досымыз. Ал мынау жолдың ортасынан үзік жолдармен, яғни мына жолмен өтуге болады деген мағынаны білдіреді. Достар, міне менің мектебім. Мен мектепке жеттім. Және де осы ережелермен сіздерді мектептеріңізге жетіп алыңыздар. Менің мектебімнің аты Назыр Тұрғұлов атындағы IT мектеп лицейі. Қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.